сәлем достар, ерданадан шет тілін үйрену бойынша бірінші кеңес. 外で何か特別な予定がありますか？ Je veux pratiquer la grammaire. 俄罗斯语很难。 Let's talk about our hobbies. Егер сізге сөйлеу практикасы жетпей жүрсе, сөйлесетін адамыңыз болмай жатса, онда мына бір лайфхак сіз үшін. Шетелдіктер көрген кезде сөздерді ұмытып қаламыз, немесе қай сөзді, қай грамматиканы қалай қолдану керек деген секілді. Бойымдағы ағылшыншам динозавр, бірақ аузымнан сөз шыққан кезде кесіртке, құрбақа болып қалады деген секілді сондай бір қиындықтар болады. Оның орнын сізге мына бір ChatGPT деген қосымшамен толтырып, сол оқулықтың орнын толтыруға болады. Сізбен кез келген уақытта, кез келген тілде, кез келген тақырыпта сөйлесе алады. Оны қалай қолданамыз? Құлаққа батырмасын басып, кез келген сөз, сұрақ сөйлеміңіз айтасыз. Can you help me speaking some basic English? Of course, I'd be happy to help you with basic English. What do you want to start with? For example, let's talk about our hobbies. Sure thing. Hobbies are activities we enjoy doing in our free time. What hobbies do you have? I love listening to music and watching some Japanese anime. That's awesome. Listening to music and watching anime are great hobbies. What kind of music do you like to listen to? And do you have a favorite anime? Деп кез келген тақырыпта сөйлей бере аласыз. Және басқа да тілдерді практика жасап көруге болады деп естідім. Je veux pratiquer la grammaire participe passé qui est très difficile pour moi. Vous faites quelques phrases pour moi, s'il vous plaît. Bien sûr, je serais ravi de vous aider avec la grammaire participative. Voici quelques phrases pour pratiquer. 1. En marchant dans le parc, j'ai vu un bel oiseau. 2. Ayant terminé mes devoirs, je suis allé me promener. Қазір жапон тілін сұрап көрейік. Нихонгоға декимасу ка? はい、日本語もできますよ。どのようなことについてお話ししたいですか？例えば、天気について話したいです。今日の天気はどうですか？今日の天気は晴れています。気温は25度ぐらいでしょう。外で何か特別な予定がありますか？ Мен мысалы көптен бері Қытай тілінің практикасына қолым тимей, сөйлесетін адам орта түгілі уақытта болмай кетті. Бірақ ChatGPT бәлкім қытайша жақсы сөйлейтін шығар. Соны тексеріп көрейік. Қазір жүктеліп жатыр. 我想练习练习我的中文，可是我的汉语不太好，你帮不帮我？当然可以帮你练习汉语。你想练习什么呢？我想练习，简单的句子。好的，我们可以从一些简单的句子开始。你可以告诉我你想说的句子，然后我可以帮你纠正。我学习日语和法语，你帮不帮学习俄语？你的句子已经很不错了，让我帮你稍微改进一下。我学习日语和法语，但俄罗斯语很难。你能帮我学俄语吗？这样说就更自然了。学习俄语会很有趣。 иә, тура солай. Міне ол маған өзінің кеңесін, яғни сөйлемдегі қателіктерімді жөндеп беріп жатыр. Міне бұл осы жасанды интеллекттің құдіреті дейміз бе екен, көмегі дейміз бе екен. Олармен бәсекелесудің орнына оларды барынша өз пайдаларыңызға қолдансаңыздар. Nice.